Бәріне сәлем достар, бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Мен Рамазан. Бүгінгі видеода сіздер керемет влог көресіздер. В общем, ертең менің туған күнім. Бүгін, яғни влогтың басталуы біздер туған күнге дайындалатын боламыз. Қысқасы айтқанда, мен бүгін достарыммен бірге продукт алуға баратын боламын. В общем, туған күнімде ертең хатада істесем ба деп отырмын. Двухэтажкада бассейні бар, банясы бар, анау-мынау. В общем, сояққа, короче, продукты тасу керек. И, в общем, продукты барып алатын боламыз ғой. Менің компьютерімді көрмегендер болса, мінекей кішігірім обзор жасап кетейін. 280 герцтік монитор, екінші герц ол менде Samsung 75 герцтік, және де осындай Logitech клавиатура мышкалары и осындай DxRacer кресло. Осыдан бір жыл бұрын мен обзор түсірген болатынмын екінші каналымда компьютеріме. Ол кезде менде старый кресло, старый клавиатура мышкалар болған болатын. Енді мінекей обновиться етілді дейміз ғой. В общем, компьютер осы. Маған ұнайтыны осы картинка. Өте қатты ұнайды бар ғой. Және де осындай подсветка бар мына жерде. Мына кнопканы басу арқылы бұл подсветканы жандыруға болады. В общем, видео түсірген кезде осының барлығын қосып қойсам, өте әдемі болады. Мен қазір үйден шығайын деп жатырмын, уже киініп алғам. Бүгін менің лугым осындай, в общем, құп-қоңыр болып шығайын деп жатырмын. Ақшаларды обязательно алып алайық, қазір керек болады. Одан кейін мінекей осындай менің сағатым. Өзімнің туған күніме орай алған болатынмын. Қарындаш, қандай әдемі, қатты ұнайды осы сағат өзіме бар ғой. Қазір Байнұр деген дос бала келіп тұр. Сонымен бірге барып продукты аламыз ғой, короче. Байнұр, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалай жағдай? Жақсы ғой. Бұл жігіттің батясы достар бізде правительствода жұмыс істейді. Содан кейін мынандай машина мініп аламын. Байканов, сен қаншасыншы машинаң? 100-ден асып. Короче, қазір осы Тесламен біздер неге барамыз? Продукты алуға. Ішінің өзін қараңыздар достар, қандай керемет мынандай дәу монитор бар. В общем, осындай, короче. Ебать! Ебать! Көрдіңдер ме нақты скорості? Базар жоқ. Қазір бірінші қайда барамыз? Оптовка. Алдымен біздер оптовкаға барамыз. Өйткені ол жақта блок, напитоктар, еще басқа да товар, тамақтар арзан болады да. Магнумнан алғанша лучше сол оптовкадан арзан қалбаған жақсы. Зато экономно болады. Намного выгоднее. Иә, выгодно болады бізге. В общем, ертең GTA 5 RP шын өмірде болайын деп тұр ғой. Так, в общем, достар, біздер мінекей багажникке салып отырмыз. Мынаяқта неше түрлі нәрсе бар. Қазір әлі бар тағда алатын боламыз. Қолымыз талып кетті, ауырып кетті қолымыз. Содан кейін бір рейс жасап атып қой, короче. Әлі алатын нәрсе көп. Қараңдар, өзі жабылады. Біздер Байнұр екеуміз Zephrix-қа келдік. Zephrix-ті алып кетуге. Ассалаумағалейкум. Ал яша ты мынандай майшалар. Қаз. Қалай жағдай? Влог түсірсің бе? Влог қой влог. Ассалаумағалейкум. Ебать, Теслаға бірінші рет мініп тұрмын. Қазір ощущениесін көресің сен Тесланың. Тайш? Қалай екен? Ебать. Шынды жыла ма? Электрокарларға мініп көрмеппін мен. Ебать. В общем, мен Zephrix-ті үйге алып келдім. Бүгін Zephrix мен үйімде қонатын болады. Не үшін кетіп қалдың өз үйінен? Жай, Роман үйін көрейін дедім бүгін. Короче, мінекей Байнұр бізде компьютер ойнап жатыр, CSGO. Қалай екен? Мақтым. Хабит деген дос бала міне. Ялам. Короче, міне кешке жақын осылай көрінеді. Мына жер мен рабочий столым. В общем, біздер продукттың барлығын алып қойдық. Енді ертеңгісінде в общем, қора болайын деп тұр ғой, короче. Ертең тағы да алатын боламыз, продукты әлі біткен жоқпыз. Zephrix бірінші рет қораға қатысайын деп отыр. Менікі қатты қора емес, менікі сырт жақта жүретін қора. Қалай кетіп жатыр ертеңгі күнге дайындық? Мынақта, короче, Байнұр бізде филені турап жатыр. Қазір мариновканы бастап жатырмыз. Қазір енді бізге қайттан продукт алуға бару керек.
Так, короче, достар, біздер әлі товар алудамыз. Біздің заттар уже толып жатыр. Қолымызда кола, мола, овощи. Зекрикс, қалай болды дайындық? Керемет. Шөт болып жатыр, жаңбыр құйып кетті бірақ, Жаңбыр жауып отыр, бірақ жаңбыр бізге помеха емес па? Помеха емес, отырыңыз. Все, короче, достар, стейк бәрін алдық. Шашлык, пашлык. В общем, бәріне распаковка істейтін боламыз. Қазір қора алатайын деп тұрып қойшым. Так, короче, достар, біздер келдік хатаға. Мына тұрған 4 машинада біздікі. Қорапа деп кеттік. Көрдің ғой неге екенін? Мен саған айттым ғой, Далбай, жүр, алып кетем дедім ғой. Қалай алдық па? Қалай жағдай? Помощь. Қалай жағдай? Не қалай? Қалай жағдай? Алейкумассалам. Қалай Айшуар? Романның өзі Короче, достар, бізде мінекей осы няқта қазір шашлык істейтін боламыз. Одан кейін няқта бізде бассейн мінекей дайын тұр. Біздің хата. Одан кейін мінекей баня. Баня қызып жатыр ма әлде? Енді қыза ма? Так, короче, баня осы бізде. Міне продукттың бәрін тасып, қазір қорап атайын деп отырмын. Мына жер буланып жатыр. Өйткені су ыстық болғаннан кейін мына жерде осындай мини тапчан бар, отыратын жер. Так, давайте енді өзіміздің үйімізге кіріп көрейік. Үйдің іші қалай болып жатыр екен. Опа! Базар Джексон. Базар жоқ. Чо там? Қалай екен? Тема ғой, тема. Төсек. Так, в общем, достар, бүгін дерзкий күн болайын деп тұр біз үшін. В общем, үй өзімізге ұнады. Бұл үйдің бағасы 120 мың теңгеге шықты. Жалпы нормально деп ойлаймын, даже арзан. Потому что Алматыда негізде обычный қымбат өте үйлер ше, біз ең арзан таптық. Міне, короче, қымыз ісіп біткен ғой, ойбай, қора болайын деп отыр ғой қазір. Не мынау? Жабаса сыймын. Кім алып келген мынаны? Ё-моё, виски ішесіңдер ма не? Ема. Біздер, короче, екінші этажға көтеретін боламыз. Мыняқта не бар екен? Крыша ма не? Мынандай комнатасы бар екен. С видом дейді ғой. Ох ты, балкон бар ма не? Ашылады екен, прикинь. Базар жоқ. Так, енді мыняқта тағы бір комната бар екен. Туалет. Одан кейін мыняқтарда тағы да комната бар ма не? Йо, базар жоқ. Еламанды қызы тасап өткен қайғырып отыр енді. Шашлык әдемілеп пісуде бізде повар Байнұр. В общем, қазір тамақ ішіп болғаннан кейін примерно мына бассейнға секірейін деп тұр ғой біздер ше. Мыняқта қымыз атып жатқандар бар. В общем, әдемі болып жатыр туғанында. Мыняқта балалар шықса әңгімелесіп шашлык пісіріп жатыр. Айтпақшы, мінекей бізде Нұрлан қалам келді міне. Қайсыңдар? Қалай болып жатыр? Жақсы болып жатыр, күшті болып жатыр. Толсын ал. От души рахмет. Толсын ал. Қалай Зекрикс? Мына су болса ема жып-жылы кайф болып тұр ше. Так, ішке қарай кірейік енді біздер. Санжар деген жігіт не істеп отырсың? Кім? Влог. Қымыз ішіп отырмын. Балғымыз ба? Балғымыз. Қазір осы жерге дастархан істейтін боламыз, әдемілеп тұрып. Салат, палат, анау-мынау соның барлығын мінекей жасап жатырмыз. Мыняқта блок колалар тұрған болатын, чота бәрін алып кетіпті. Қымыз адыр отыр, қымыз. Қымыз ба? Қымыз. Дұрыс. Мыняқта не болып отыр? Қымыз. Мә, бәрі қымызға жатыпты. Қымыз ғой? Осылай болу керек қой мен жігіттер. Қымыз ішу керек таза. Ешқандай. Кезінде ата-бабаларымыз чисто қымызбен өйстіп шығып. Міне, ата-бабаның несін қуып жүр? Жолын қуып жүр. Ей, молодец. Ата-бабаның жолын қуып жүр міне. Айша оқып бар екен. Не ішу үшін сен? Мен пока что ештеңе ішпедім ба? Қымыз ішесің ба? Көзді бола. Достар, бізде шашлык дайын. Бір қазан мінекей. Так, мыняқта бізде екінші қазан. Ойбау шаши. Кеттік ал, ішке кіреміз. Жігіттер аш бізде. Ожын жігіттер шашлык. Міне бізде Дайнин кезет келді. Блок түсіп жатсың ба? Иә. Достар, бәріңе сәлем. Ошын дастархан жасап отырмыз. Қазір мінекей тамақты қоятын боламыз. Сөйтіп барлығымыз ішіп алайын деп жатыр. Чисто қымызбен
Жақта балдар бәрі жүр, шашлыктар дайын, бәрі тема. Міне қымыз, жотам қалай? Короче, міне аңғарандар жігіттер. Вай. Мына бет біреуін ұрлап көтеміз да. Бас алсың. Жігіттер бізден яқта. Басейне жүр, бәріміз яқтан. Нұрлан, Ержан. Осик, бәрі жүр, короче. Бәне, ассаламалейкум. Долбоёб, абайлашы. Ал, Рома бізде кришадан секіріп отыр. Давай, Рома. 2, 3. Әні, жігіттер. Молодец па? Молодец. Хороший? Хорош. Короче, достар, бізде кәдімгідей мощный кетіп жатыр бәрі. В общем, біздер стейкқа көштік. Уже стейктің кезегі келді. Бүгін түнгі 12 болды ровно сағат. Сағатың қайда? Жоғалтып алдың ба? Балғымыз ішіп, бұл бала кішкене есін жоғалтып алғаны бар енді. Мына жерде бізде әлі креветки бар. Одан кейін окорочка бар, тегеште. Әлі жетеді. Яқта стейк бар. Яқта бізде әлі семга бар. Міне креветки. Яқта тағы да жетіп жатыр. Әлі, в общем, тойлайтын нәрсе, жейтін нәрсе көп. Бір аяғым тоңып жатыр. Не отыр аяғына? Конечно, биттен тонасын. Ойбай, доброе утро, Джиги. Енді ғана тұрып отырмыз. Сағат бізде таңғы 10. Қорапати бітті осылай. Кейбір балалар ұйықтап отыр, кейбірлер тұрды. Маған жинап көмектесіп жатыр. Қазір мұны үйде сағаты 12-де тапсырамыз. Сол үшін, короче, жақсылап тұрып жинау керек болып отыр. Айтпақшы, сіздер бұл хатаны күндіз көрбедіңіздер ғой. Так что мен сіздерге күндіз көрсетейін. Негізі күндіз әдем көрейікші. Мына жақта әлі окорочка бар, бірақ білмеймін, ол жаман болып кетпеген шығар, дала суық, потому что нормально, по идее. Мусор бычыт болып жатыр, ана жақ бәрі бардак. Мына су әлі қызып тұр, бу мен ойландыршы. Негізі бір түсіп алуға болатын жайт бар екен да. Блин, мынау мына жатыр ғой. Обязательно осындай вот каждый қорапатидан кейінше. Так, мынау не істеп жатыр мына жақта? Ёптагедік, жинап жатсың міне. Кешеге қалған тамақтар қараңдар. Стейктің жартысы жатыр, балықтың қылтықтары жатыр. В общем, сасып жатыр бар мына жер ше. Не отыр? Афинаның батауының қалдықтары. Тамақтың қалдықтары. Ой, онда обязательно болады ғой. Ал достар, мінекей біздер Есентай молға келдік. Пробка страшный болды. 2 сағат пробка болды. Қазір, короче, машинаны парковкаға қоямыз. Одан кейін мына жақтағы Луи Витонға кіреміз ғой, короче. Наңғырсында шойбай. Ойбой, налар Новый годқа кәдімгідей дайындалып қапты ғой. Мына әдемкі не? Елена отча. Алты жетпісмін дейді. Там Рома, қалай? Чоткий ма? Мына көгі бар, серый, қара, мындай көк. Аяғыңа жарты 14 салып алған қандай сезімде тұрсың? Жарты 14 болады көді. Мына карнанын екеуі, мына біреусі ғой. Понял. Кән. Достар, қалай ойлайсыздар? Қалай тұрды? Қалай? Көк жақсы па дейін ажырсын? Айде көк жақсы. Көк әдем сияқты. Unpacking болып жатыр. Oh my god. Айба. Асырасың ба? Киіп алайын ба сразу? Киіп асырасыз. Так, киіп болды. Ой, бұл мынау бөлек болып тұр енді. Қалай бөлек па? Айуан болып тұр, айуан. Саласың ғой, короче. Бам! Істейсің ғой, короче. Біздер достар Түркістанға келдік. Бүгін нешесі нони? 16-шы желтоқсан тәуелсіздік күні құтты болсын. Ассаламағалейкум, лайк басыңдар. Мінекей бекулдар келді. Бұл да влог түсіріп жатыр өзінше. Сүреміз ғой. Міне бекул. Алло. Ассаламағалейкум достар. Міне Free Fire королі. Досым жан. Досик қарсай. Бұл көріп жатсыңдар ма бәрін? Короче, достар, қазір біздер үйге обзор істейтін боламыз. Жалпы жақсы үй сияқты. Нормально, по идее. Мынау бізде Арманның жаңа көлігі, өзінің 200-кысын сатып, короче, осы G-Tour Қытайда алған болатын. В общем, үй осы мінекей. Осы үйде біздер 2 күн қонатын боламыз. Скоро, в общем, барлық балалар келеді. Қазір іште Миллер бар,
Арман бар, Арс бар. Қалған балалар мына жақта. Нұрастар, олар ертең келеді ғой. Так, мынау ғой деймін вроде. Өй, мынау кімнің мұсы? Бергеле. Не қашып отырсың? Шеше, екінші шеше, мыналардың дейтін көп қой. Крисалар қысап қаптап жүр ғой. Қалай, братишка? Братишка, у тебя подпаласың-то қойсың ғой, короче. Қалай жағдай, не болды күлсей? Че там, бауырым, сенің жағдайың мал екенсіңдер сендер, үшеуің қап-қара. Сен ғана красавчик, нормально. Так, кеттік ал. Нешіне керек? Опа! Жаның ашса ана жерге шешпей кроссовкаң. Миллер. Ұрлап кетеміз. Здорово, ребят, қалайсыңдар? Так, мына жерде мінекей бізде бірінші бөлме тапшаң. Ау. Қалайсың, Миллер? Керемет, керемет. Ромеде болып отырамыз. Алғашқы. Здорово, здорово. Целім не болса да осының кроссовкасын. Рома келді ғой, Рома, молодец. Так, короче, мына жерде мінекей мынандай зал. Ойбай, көрпелер жетеді ғой, мына жақта бәрімізге жетеді. Смело жерге қаптап жата берсек болады ғой. Нони, чар, Нони! Төртеуі Нони, мына кел, комнатаға сиямыз. жататын жатсыңдар ма? Көрдіңіз, сиямыз, кел. Осылай жатсақ сіздер Олайым, былай, Төртеуін сыймайсыңдар ау? Сиямыз, жақшы. Смело, міне. Қаладар ма? Міне, төрт. Ема осылай ұйықтаймыз. Жанның. Рома, Рома, сен сиясың, кел. Кел, Рома. Чатты, Рома. Кел, дәл ордамыз. Аяқтарын еске жұта ма? Арман, аяқ, физі. Арман Біздер, короче, уже футзалға келдік. Ойын жаттығу жүріп жатыр. Арс братан мінекей. Жігіттер разминкада бәрі жаттығып отыр міне. Арман, Бику, бәрі бар үшін. Короче, біздер қазір осы жерде ойнаймыз ғой үшін. Енді Алтыбақан бүгін қазір дәл осы ойында номиналды алаң иелері негізі АК-10 командасы болып есептеледі. Ал Алтыбақан командасы болса, әрине енді қонақтар. Көкжидеде АК-10 командасы Ақжидеде қазір кезекті мінекей қарымта шабуыл АК-10 командасында керемет шабуыл ұйымдастырған, бірақ дегенмен соңғы сәтте нүктесі қоя алмады бұл шабуылдың. Дубль автор атанып отыр, ортаға қарай асырылған пас, сол қапталға қайтадан допты қайтарып берді. Негізі Алтыбақан командасына алыстан соққы жасаған дұрысырақ болатын шығар. Иә, мінекей бұл Жұлдыз Лига, Түркістан Кап, достықтың да мекені. Ең бірінші кезекте ойыншылардың денсаулығы. Ұпычуктың қасына жата кеткен 7-ші нөмірдегі ойыншының ат жөнін білмеймін, протоколға енбеген.